Сәлем достар. Бүгін сіздермен мен Ерсұлтан және түсіріп отқан Мехри. Біз бүгін сіздерге великті қалай тез айдау жайлы мәлімет беретін боламыз. Бірінші жаттығу ол міне былай істейсіздер турникқа. Ал екінші кезекте қазір мен баратын боламын. анандай кішкентай турникке осындай кішкентай турникке осындай ең кішкентай турникімізге біз екі аяғымызды бірінші қоятындай жасап аламыз. Және мына екі қолымызды міне аяғымызды дәл жаңағыдай, алайда дәл жаңағыдай тербелмей мінеп аяғымызды былай істейміз. Жылдамдық. Болдың ба? Осылай аяғымызды істеп болғаннан кейін осылай 3-4 рет қайталаймыз. Және Адуха деген. Билікті көрсетіп едім сіздерге. Не? Обычный билік болу керек сіздерге. Ол ең бірінші тепе-теңдік сақтап үйрену керек. Бірінші анандай бір бұрышқа қараймыз. Анандай бір бұрышқа барып, вилігімізді сүйеп қоямыз. Және сол виліктің үстінде отырып экран саусағымен жауып тұрсың. Осылай. Және осылай кесіп тұру керек. Осылай бұрылатын жағдайда біз тепе-теңдік сақтап тұруымыз үшін. Осылай мынандай артқы толымыз болмайтын виліктерді көбісі артқа айналып кетеді. Менде артқы толымызы бар. Осылай 10 секундқа отырамыз. Сосын барып, мәні өзіміз былай үйрене береміз. Кетіп баратыр. Не? Осы әдістерді күнде қайталайтын болсаңыздар, үйреніп кетесіздер.